Ал сәлем достар, сіздермен бірге Алихан Про. Енді мен бүгін Майнкрафттағы топ 10 керемет құпияларын көрсетемін. Онда кеттік достар. Easy go. Міне достар, осы видеодағы бірінші құпия. Бұл құпия осындай өте күшті. Міне, сіз деген ойлаған шығарсыздар, осындай армор стендтің екінші қолына шет қойамайсыз бір зат. Ал негізі қоя аласыз. Иә достар, осылай біз деген команда жазамыз ең бірінші бізге, конечно, армор стенд керек. Давайте мен деген армор стендті айтылайын, ол қайда, міне. Бірақ оған басқа заттарды қоямайтын шығармыз. Жарайды, өздеріңіз көресіздер. Міне, осылай. Ал енді біз бұлай жазамыз достар, қараңыздар. Біз бұлай жазамыз, қараң. Ал біз деген онда бұлай replace item entity собачка сосын бұлай type тең armor stand, сосын бұлай бұны жабамыз. Сосын біз бұлай slot weapon of hand, сосын біз 0 дей саламыз дейді. 1, жарайды, 1 дейміз. Енді біз shield. Бізге енді осылай табу керек соны. Қайда ол? Міне таптым. Осылай біз соны жазамыз. Енді біз күтеміз қазір. Міне достар, осылай осы команданың арқасында бізде екінші қолында щит керемет құпиясы Майнкрафттың. Ал жарайды, онда келесі құпиясына көшейік. Осындай бір керемет құпия, осындай бізге күшті фейерверк жасауға болады. Я, ол үшін бізге мынандай крафт керек, қараңыздар. Біз деген осылай аламыз осы заттарды бұлай. Сосын біз осылай жасаймыз, қараңыздар. Бірінші бізге бұлай. Сосын бізге не керек тағды? Любой цвет. Мен деген мысалы жасыл, или өздеріңіз білесіздер, мен осылай жасаймын. Міне, осындай бізде зат пайда болады. Сосын біз бұларды алып тастаймыз. Бұлай, және де бұлай. Мен жаңағын бекер алып тастаппын. Енді бізге порох керек. Порох, қайда екен порох? Міне порох, мына жерге қоямыз. Енді осы ракеттан жіберсек, бізде крипердің беті шығу керек. Что-то менде шықпады. Бірақ мынада жасалды, қараңыздар. Кәдімгідей крипердің түрі шығады, қараңыздар. Осылай достар, крипердің түрін жасаса болады. Осылай. Жарайды, давайте достар, біз түн қылайық. Сол кезде қалай ол көрінетін көрейік. Міне түн қазір бізде. Вау, міне достар, осылай бізде крипердің түрі. Міне осылай жарса болады. Ал жарайды, онда келесі құпияға көшейік. Достар, бұл енді осындай келесі құпия. Бұл құпияда енді осындай бір гүл. Гүлі бар, азалиядан өскен ағаш. Бұл жалғыз судың астында өсетін ағаш. Достар, осындай бір күшті құпия. Ол үшін бізге су керек. Сосын біз бұлай тез қойымыз керек біз. Осылай үлгеруіміз керек біз оны қойып. Менде что-то үлгермей жатырмын. Бізге резко істеу керек. 1 hour later. Міне достар. 2000 years later. Міне достар осы. Ал жарайды, осылай бір видеоны соза бермейік. Давай, осылай сіздерден үлгеруіңіз керексіз. Осылай мынаны қойып, сосын бұлай өсіруің керексіз. Бұлай. Осылай. Міне, менде что-то ол жасалмай жатыр. Білмеймін неге. Ал жарайды достар, онда видеоны соза бермек, сіздер өздеріңіз жасасаңдар болады. Әйтпесе мен мынаны бедім жасап, мынада что-то мен үлгермедім. Ал жарайды, онда келесі құпияға көшейік. Бізде армор стендтер. Еще бір құпиясы бар. Онда сізден осындай взрывной зелье порчи, тағы моментальный урон любой. 1, 2 или 3 жарайды достар. Сосын біз оны онда осылай лақтырсақ армор стендке, ол өліп қалады, қараңыздар. Кәдімгідей урон алады. Бір түрлі осындай. Негізі осындай бір оп-оңай бұны түсіндіру. Негізі армор стендтер бұлар моб. Достар, моб. Содан кейін олар өледі осылай. Моментальный уроннан.
Тағы олар лаваға түсіп кетсе өледі, қараңыздар. Мен қазір көрсетейін, онда лаваға түсіп кетсе оларға не болады? Ой, ё-моё, мен не істедім? Жарайды, біз любой блокты аламыз. Енді осы жерге лава құямыз. Осындай армор стентен бұл моб. Просто олар қозғамайды. Иә, міне. Осылай ол өліп жатыр, қараңыздар қазір. Лаваға түссе олар өледі. Или осылай оларға мынандай лақтырса өледі. Ал жарайды, осындай бір керемет құпия. Онда келесі құпияға көшейік. Міне бұл деген осындай келесі құпия. Мысалы мынандай достар. Сізден байқамай осылай көк түсті знаменияға дейін осылай күлгін бір затты қосып аласыз байқамай, бірақ оны исправить етсе болады. Сізден осылай суды аласыз да, соны матырасыз. А сосын бізде осындай тап-таза шығады. Ана кір мынандай. Міне достар, осындай бір күшті құпия. Ал жарайды достар. Сіздер де осы құпияны қолданып көріңіздер. Онда келесі құпияға көшейік. Біздің Майнкрафтымыздағы ең кішкентай және жасау оңай осындай бір вечный двигатель бұл осылай жасалған. Иә, достар, осындай бір өте күшті вечный двигатель. Ол үшін бізге осылай және былай бір-біріне қаратып қою керек. А сосын бізде тура осындай вечный двигатель шығады. Сізден или былай свет жаңғыз қойсаңыз болады, қараңыз, былай. Міне, осылай вечный двигатель. Речақсыз. Ал жарайды. Осындай бір керемет вечный двигатель. Ал жарайды. Бұл мәңгі жұмыс істейтін машина осындай кішкентай және жасау оңай. Бәрі де қолдана алады. Онда келесі құпияға көшейік, достар. Міне, достар, бұл осындай келесі құпия. Бұл құпияда енді осылай сізден осылай жасай аласыз. Бір печканы аласыз да, сосын былай оны ертеңіз осы қызыл терракота, любой түс. А сосын бізде бір зат шығады, қараңыздар. Бізде осындай бір красный глазуридная терракота. А онда сізден басқа түсті алсаңыз, соған қойсаңыз, тағы да бір терракота шығады. Мынау сияқты, иә, достар, қазір біз күтеміз. Осылай ол... Міне, бізде деген зеленая глазуридная терракота шықты. А онда біз мынаған ауыстырсақ ше, мынау деген жабық түс, мынау зеленая, а мынау сондағандай. Бұл лаймовая, иә, түсінікті, достар. Ал қазір біз күтеміз. Сосын қандай терракота? О, міне, лаймовый глазуридная терракота шығады. Міне, осындай бір керемет Майнкрафттың құпиясы. Ал жарайды, достар, онда келесі құпияға көшейік. Білесіз бе? Кактустың астында не бар екен? Иә, достар, мен сіздерге көрсетем. Бірақ оны специальный команда блокпен шақыру керек. Ой, мен 9-мен шатастыра берем. Set блок, мынандай, а сосын біз кактус. Міне, осылай жазамыз. Сосын қазір бізде кактус пайда болады. Міне, енді оның асты мынандай. Кого-то ағаш сияқты. Иә, достар, осындай. Бірақ ол кішкене уақыттан соң бұзылып қалады. 1 минут па, 2 минуттан соң ба, сондай. Еще оны любой блокқа қойса болады, иә. Онда ол командамен шақырса. Любой блокқа. Мысалы мен мына кактус. Қараңыздар, мен мына балауыз блогына қойым. Енді давайте бедрокқа қойайық. Қойып көрейік. Біз set блок, былай, сосын кактус. Мен бізде бедрокта өсіп тұр. Енді давайте обсидианға қойайық сондай. Set блок. Ой, немене мен 9-мен шатастыра берем. Енді біз кактус. Міне, достар. Еще давайте шөпке біз қойайық. Set блок кактус. Міне, достар, осындай бір түрлі блоктарға қойдық біз кактусты. Міне, осындай команды. Любой блок еде аспанға қойса болады осы кактусты. Бірақ аспанға қойсаңыз, ол кішкене уақыттан кейін бұзылып қалады. А мен любой блокта тұрған кактустың бұзылған көрмеппін, жарайды. Олар бұзылмайтынша, ауада ұшып тұрған кактустар бұзылып қалады 100%. Ал жарайды, онда келесі құпияға көшейік. Міне, достар, бұл 9-шы құпия, соңғы құпияға жақында қалдық. Міне, осындай бір какой-то бір күшті механизм жасауға болады бізге. Осылай бізде корпоратор еще мынандай кітап қоятын. А онда біз былай кітапты алып тастасақ, істемей қалады механизм. Иә, достар, қараңыз,
қандай ұзын жерге ол істейтін. Иә, достар, корпоратордың осындай бір пайдасы бол. Ал не? Міне, қайтадан қосылды. Бірақ мынау не екен білмеймін, мына кішкентай бір зат, иә. Жарайды, оны білмейді, ал жарайды. Онда келесі құпияға көшейік. Соңғы құпияға. Ең жынды сияқты құпия. Онда сізде бұлай істесеңіз, қараңыздар. Міне тасбақан жұмыртқасы, сосын оған бұлай. Ол сынбайды, қараңыз. Ой. Иә, достар, бірақ аяғымен сындырып алса болады, қараңыздар. Мұны кейбір адамдар білетін шығар. Бірақ наковальня біздің аяғымыздан да мықты болса да, ол қараңыз. Қалай? Тасбақан мықты екен. Бірақ аяқ қалай сонда? Аяқпен мыжа салса болады осылай. Қараңыз. Бір түрлі 10-ші құпия болды. Жарайды, достар. Онда видео ұнаса лайк басыңыздар, каналыма жазылыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Ал онда сау болыңыздар, достар.